Кез келген адамның өміріндегі ең маңызды және ықпалды тұлға ол анасы. Адамның қайсы бірі биіктерді бағындырып, жетістіктерге жеткен болса, бұл перзент үшін еңбектенген ананың арқасында. Рабиға ар-Рай, Алланың оған рақымы болсын, ислам әлемінің ұлы ғұламаларынан болған. Оның Фарух есімді әкесі ар-Рай ибн Зияд әл-Хариси деген сахабаның қызметін атқарып, әскери жорықтарда қасында ілесіп жүретін болған. Кезекті жеңістен соң әскер басы Фарухты бостандыққа жібереді. Фарух Мединаға оралып, құрметті болған иманда елге үйленіп, жанұя құрады. Олардың отбасылық өмірі тыныштық пен шаттыққа толы болады. Алайда жауынгердің жүрегі Алла жолындағы күрестерді сағына бастайды. Осылайша көп ұзамай ол Хорасан жаққа қарай жорыққа аттануға бел буады. Артында жүкті әйелін 30 000 дирхам қаражатпен жалғыз қалдырып, өзі жолға шығады. Күйеуі кеткен соң дүниеге тамаша бір сәби келеді. Баланы анасы ерте жастан ұстаздарға оқуға береді, және сол арқылы ол Құранды және біршама хадистерді толықтай жаттап алады. Арада біраз уақыт өтеді, алайда Рабиғаның әкесінен хабар болмайды. Оралған жауынгерлердің айтуынша, Фарух дін жолындағы күресте қаза табады. Рабиғаның анасы білім алу жолында ұлын қолдап, оған көмектесуін жалғастыра береді. Рабиға тынығу білмей түндерін құлшылықта, күндіздерін білім алумен өткізеді. Өзіне аяушылық танытуын сұраған адамдарға бұлай жауап беретін: ұстаздарым айтқандай, білімге өзіңді толықтай арнаған кезде ғана білім өзінің бір бөлігін береді. Күндердің бір күні Мединаға егде жастағы бір жауынгер келеді. Келе сала сүннет бойынша бірінші кезекте мешітке кіреді. Ол жерде айналасына адамдар шоғырланған жас жігітке көзі түседі. Білім іздеп келген үлкені де, кішісі де жігітті айнала қоршап, оның айтқан әрбір бағалы сөздерін бойға сіңіріп, үнсіз мұқият тыңдап отыр екен. Бұл Фарухтың ұлы Рабиға еді. Оның анасы күйеуі тастап кеткен ақшаның барлығын ұлының біліміне жұмсады. Рабиға ар-Рай табиғиндардың төресі және біртуар көрнекті мұсылмандардың бірі. Ол хадистер, білгірі мен фикх мәселелері бойынша ғұлама болды. Қарапайым Рабиғадан ұлы ғалым шығарған кім? Бұл керемет әйелдің даналығы, көрегендігі мен стратегиялық ойлау қабілетінің нәтижесі. Ол қаражатты дүниелік қажеттіліктерге жұмсаса болар еді. Алайда ол білімге құюды жөн көріп, дұрыс шешім қабылдады. Имам Мұхаммад ибн Идрис әш-Шафиғидің Алланың оған рақымы болсын, әкесі ол сәби кезінде о дүниелік болған. Имам әш-Шафиғидің биік дәрежесін жеткізген кім? Оның анасы кедей болған, оқытуға қаражаты болмаған. Соған қарамай ол не істеді? Ол өте ақылды, діни сауаты бар әйел еді. Ол ұлының білім алу үшін Газадан Меккеге қоныс аударған. Ұлы алғашқыда түгелдей Құранды, кейіннен хадистерді жаттайды. Содан соң анасы мен оны шешендік өнерін дамыту мақсатында бедуиндерге 4 жылға жібереді. Кейіннен имам Мәликке, Алланың оған рақымы болсын, жібереді. Ол жерде оның муваттасын жаттайды. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірі мен әрекеттер жайлы хадистер жиынтығы. Анасының тәрбиесінің арқасында имам әш-Шафиғи үмметтің ұлы имамдарының бірі атанды. Құрметті әпке қарындастар, сіздер толықтай бір ұрпақты тәрбиелей аласыздар, немесе құртып та жіберулеріңіз мүмкін. Құрметті бауырлар, сіздер қарындастарымызды, балаларымыздың аналарын құрметтеп, қамқорлық танытып, ұрпағыңызға лайықты тәрбие берулер үшін білім алуларына мүмкіндік беруіңіз керек. Исмаил алейхиссалам пайғамбарының оқиғасына қарап ойланыңызшы. Алла Ибрахим алейхиссалам пайғамбарға Ажар мен Исмаилды шөлде тастауға бұйрық бергенде, Ажар Ибрахимнен алейхиссалам бұл Алладан келген бұйрық па деп сұрайды. Сонда Ибрахимнен алейхиссалам нақты жауабы Ажарға жеткілікті болды. Оның иманы мықты болғаны сонша адам баласы жоқ шөлде баламен жалғыз қалды. Ибрахим алейхиссалам ұлы есейген кезде ғана отбасына келді. Анасы ешқашан ұлына әкең сенің қайда болды, сен үшін не жасады деген емес. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Құранда сөйтіп Алладан тілеп алған сүйікті перзенті ер жетіп, өзінің қасында жүріп қолғабыс көрсетуге әбден жараған шағында: балам, түсімде өзіңді құрбандыққа шалып жатыр екенмін деймін, бұған не дейсің деді. Сонда бала жігіт еш абжымастан: уа әкетай, сен өзіңе бұйырылғанды істе, Алла қаласа менің
Алланың пәрменіне келгенде, мойын сунуға келгенде, өте сабырлы жандардың бірі екенімді көресің деп жауап береді. Салихалы ана тәрбиесінің нәтижесі осы: уа әкетай, Алла өзіңе бұйырғанды істе. Лот алейхиссалам және Нух алейхиссалам пайғамбарлардың жұбайларына қараңыздарша. Олар мұсылмандардан болмады және олардан туған балалары да Құдайға сенбейтін болды. Бұл туралы Құранда айтылған. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Кеме оларды алып таудай толқындардың арасымен ағысып бара жатқанда, Нух кеме сыртында анадай жерде қалып бара жатқан ұлына әкелік мейіріммен: балам, кел, сен де бізбен бірге кемеге мін, кәпірлерге қосылма деп дауыстады. Күпірлікте қасарысы болу, биік тауға шығып судан аман қаламын деді. Нух оған: бүгін Алланың жойқын пәрменінен аман алып қалатын бірде-бір қорған жоқ. Тек Алла кімді мейіріміне бөлесе, сол ғана аман қалмақ деді. Сол сәтте араларын алып толқын бөліп кетті де, ұлы суға батып құрдымға кеткендердің бірі болды. Соңында Алладан: уа жер, суыңды жұт, уа аспан, нөсеріңді тоқтат деген пәрмен келді. Сөйтіп су тартылды. Алланың қалауымен іс тамам болды. Кеме Жуди тауының үстіне келіп тоқтады. Һәм залым қауым сол күйі құрысын аулақ кетсін деледі. Сонда Нух Раббысына: уа Раббым, суға кеткен ұлым расында менің жанұямнан, бауыр етім балам еді. Шүбәсіз уәдең хақ. Сен билік айтушылардың ең әділісің деп жалбарынды. Алла: уа Нух, ол шындығында сенің жанұяңнан емес, өйткені ол сенімі мен іс-әрекеттері дұрыс адам емес еді. Олай болса, өзің нақты білмейтін мәселені қозғап, маған өтініш айтпа. Надандардың қатарына қосылып кетпеуің үшін саған насихат айтамын деді. Құрметті әпке қарындастарым, сіздерге шын жүректен берер кеңесім: балаларыңызды болашақ ұрпақты тәрбиелеуде жетістікке жетуші ата-ана ретінде жетілдіріңіздер. Құран мен хадистерде ата-ана үшін дұға жасауды, олардың тілін алуды және барынша сый құрметпен қарым-қатынас құруды бұйырады. Алайда Раббымыз аналарға одан да асқан мейіріммен қамқорлық танытуды бұйырады. Бір адам пайғамбарымыздан Алланың оған игілігімен сәлемі болсын келіп сұрайды: я пайғамбар, адамдар арасында құрметке лайығы кім? Алла елшісі оған: Алланың игілігімен сәлемі болсын, сенің анаң және де анаң, ал одан кейін барып әкең деп жауап береді. Анаға осылай ерекше көңіл бөлінудің себебі қандай? Бірінші себебі, аналар балаларына құрсағына біткен күннен бастап мейірім мен қамқорлық таныта бастайды. Тағы 2 жыл біз толықтай қауқарсыз боламыз. Біздің есеюдегі барлық қиындықтарды өз мойындарына алады. Біздің тіпті ол кезеңдер есімізде де сақталмаған. Бала неғұрлым ересек болған сайын, оның әкесімен қарым-қатынасы соғұрлым нығая түседі. Себебі, ересек өмірге қадам басқан сайын, адамдар материалдық дүниеге жақындай түседі және барлық қажет талаптары анадан әкеге ауыса бастайды. Бала туғаннан кейін анасының күтімінсіз аманда қала алмайтындығы туралы саналы түрде ой жүгірткісі келмейді. Екінші себеп, бұл ананың табиғатына байланысты.
Аналар Алланың ең көркем жаратылысы. Олар перзенттеріне махаббатын үйіп төгіп беріп, қайтарымына ештеңе талап етпейді. Өздерін бала жолында құрбан етуге даяр, балалар үшін өмір сүреді. Бірде менің 1 жасар қызым мен жұбайым ауырып қалды. Алайда ол өзінің ауырған халіне қарамай, менің тынығып алуым керек деген өтініштеріме қарамай, қызымның басынан бір елі айрылмады. Аналар осындай. Ал көптеген еркектер не істейді? Бала туғаннан кейінгі уақыттарды олар тіпті үйлеріне қиналып сауықсыз барады. Раббымыз аналарымыздың жүрегіне қандай махаббат салып қойған десеңізші. Олардың алдында барынша мейірімді, мейлінше кішіпейіл әрі тіл алғыш бол. Һәм олар үшін уа Раббым, олар мені бала күнімде қалай мәпелеп өсірген болса, сен де оларды дәл солай мейіріміңе бөлей көр деп дұға етті.